Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге майдар, қалайсыздар? Достар, бізде бүгінгі видеода сұрақ жауап болатын болады. Мен алдында неше күн бұрын стористе қалдырған болатын. Соған 4 адам сұрақ қалдырып кетті. 4 адамға тез жауап беріп отырсам, менде еще миллиард сұрақ жазып кеткен. Бізде бірінші сұрақты NJK қойыпты қазір. NJK саған осы сұрақты қойғандарың үшін рахмет. Бірінші сұрақ: кешіктім ба? Жоқ, мен деген негізі алдында түсіріп едім видеоны ше, просто көп екі адам тағы жазып тұрсын, қайтадан түсіріп шештім. Болашақта сервер ашасың ба? Сервер ашу негізі ойда бар, андай выживание болсын, там әртүрлі ойнауға болсын ше. Бір күнде неше рет шай ішесің? Бір күнде мен негізі көп шай ішпеймін, былай бір отырғанда бір кесе шаққа ішемін. Ше, үшінші сұрақ кетті. Төртінші сұрақ: болашақта қандай жоспар бар? Болашаққа менде жоспар дегенде енді жаңағыдай НТ-дан грантқа түсу деген сияқты, мысалға ютубтан енді танымал болу, кете береді ғой, қаншама жоспарлар бар болашаққа деген. Осын не түсіргің келеді, бірақ түсіре алмайсың? Мен көбінесе сериал, креативный болады ондай, мысалға Нупен Про Рамазан сияқты ше, әдемі түсіреді ғой, мысалы сондай сияқты түсіргім келеді, бірақ енді оған менде ноутбук жоқ, компьютер жоқ, қандай шейдермен әдемі түсірейін десем ондай жоқ, сол үшін түсіре алмаймын. Бірақ бұлар ойда бар былай түсіру. Майнкрафтты қанша жыл ойнадың? Мен Майнкрафтты телефон алғаннан бастап ойнадым. Мен 10 жасымда алдым ғой телефонды. Мен неше сонда ема қазір мен 14-15 боламын почти осы майда, бір айдан кейін. Сонда 5 жыл болыпты ғой ема Майнкрафт ойнап кетқаныма. Келесі сұрақ: мені танытын ба? Иә, танытым. Сол бұрында ең бірінші коммент жаздым ғой маған, мен өзіме үй салдым деген ба, ең бірінші видеомда жақсы видео екен деп. Сол кезден бастап таныдым. Жақсы көретін түсім менен жасыл. Кіммен коллаб жасаған келеді? Мен коллаб негізі Нони KZ-тің фанатымын ше, бұлай көп фанатым бар негізі, көп ютубердің фанатым, бірақ көбінесе жасағым келетін бұлай лайф видео болсын, бұлай Майнкрафт болсын ше, Нонимен жасағым келеді. Келесі сұрақ бізде Келесі сұрақ: 10-шы Майнкрафтты не үшін ойнайсың? Мен Майнкрафтты былай өзім ойнамаймын, выживание деген сияқты видео түсіру үшін, және де былай достарыммен кейде ойнаймын. Үлгермеген болсаң, келесі сұрақ жауапқа қаластарсың. Мен қайтадан сұрап отырмын енді. Рахмет. Келесі сұрақ кеттік. Бізде келесі сұрақ қыздар ашық жазыпты. Бірінші сұрақ: жасың қаншада? Мен жасым 14-те, келесі айда 15-ке толамын. Қартайып жатыр. Қызым бар ма? Екінші сұрақ: мен қызым жоқ. Былай Сигма деп бұрында Сигма болған, бірақ қазір Сигма емеспін, былай қыздарды уғаш кетем, бірақ қазір қызым жоқ. Күнде қанша рет жасын? Менде негізі рекорд болған, 392 рет бір күнде бір рекорд жасағам, әлемдік рекорд деп па. Минимум болса бізде 72 рет барғам. Қай қалада тұрасың? Қай мектепте оқисың? Мен тұратын қалам Ақтөбе, ал мектеп Жансен Кереев деген. Осыны бірге видео түсіреміз ба? Бірге видео түсіреміз ба дегенде, Xbox болса егер, және де 1.21.60.10 версия болса, онда біз түсіре аламыз. Мен Xbox-тағы атым Айдар Казда001, описаниеде или комментарийде болады. Осын 6-шы сұрақ: сенің телефоның қандай? Менің телефоным Honor 2.7 Plus деген. Өз елінде ашасың ба? Өз елінде ашпаймын, кешіріңдер, бірақ ондай контент маған кішкене ұнамайды. Уже Нұрлан қаламынан кейін андай қаншама уже балдар түсіп тұрады, уже қызық емес деп ойлаймын былай түсірген. Жаңа Айдар Стан деп ашқан. Сұрақты қойған Ачиктен сәлем. Ачик, саған рахмет сұрақ қойған үшін. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақты бізде Ясин Исатай жазыпты. Бірінші сұрақ: атың кім? Менің атым Айдар. Ішесің 14-те, нешінші рет келіп отыр өзімді сұрақ. Арманың қандай? Менің арманым успешный, былай успешный дегенде любой бала ойлайтын шығар, бай болсам екен деп. Бай болу бір жағынан, сосын бақытты, былай тыныш өмір сүру. Содан кейін соткым аты қандай? Соткым аты Honor 2.7 Plus. Сен ютубты қашан бастадың? Мен ютубты негізі бұрында бастағам, бұрында түсіргем, Free Fire түсіргем, бірақ бір себептермен видеом бәрі өшіп қалды. Өшіп тастадым былай. Сосын адамдар маған хейт жазды. Мен негізі бұрында Free Fire түсіргем, жазған, ойнай алмайсың ғой, боттарды өлтіріп мәзіп жүр бірдеңе деп. Сосын мен тастап кеттім, андай бір түрлі желание кетіп қалды бір жағынан ше. Кішкентаймын ғой, өзі 10 жасамын. Осын
негізі неше ай бұрын бастадым мен. В общем, 4 ай бұрын ба, 5 ай бұрын ба бастағам. Осы кәдімгі түсіріп. Әлиге сәлем жолда. Әли саған сәлем. Рахмет сұрақ қойған үшін. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақты бізде Айдар деген адам қойды. Так, Айдар менің видеомда Айдар көреді екен. Қазір аттас. Сәлем маған, сәлем жолдаш. Айдар, саған сәлем Айдардан. Так, қай жерде тұрасың? Мен Арыста. Так, неде тұрам? Ақтөбеде тұрам. Ақтөбенің өзінде емес, бірақ ауылда, короче. Так, бизнестің бама. Менің бизнесім жоқ. Бірақ бизнес ашу деген былай ойда бар негізі. Бизнесмен болып кету, ақша табу деген сияқты. Ютубтан Акаш тауып көрдің ба? Акаш? Мен Акаш тауып көрмедім. Ақша да тауып көрмедім Ютубтан. Ақша табудың жолдарын ұйымдастырып жатырмын. Нешеге оқисың? Мен негізі 4-ке оқимын. Я троечникте емеспін, немесе отличникте емеспін. Достарым нешеу? Менің достарым қатты көп емес. Достың негізі саны емес, сапасы жақсы болғаны жақсы. Достың былай аз болса да сені қолдайтын, сені түсінетін досың болғаны өте жақсы. Қалай привью жасайды сен сияқты? Қалай привью жасайды сен сияқты? Мен сияқты привью жасау үшін так, 100 рет отжимание, 100 рет турник, 100 брус, короче, мен сияқты привью жасау үшін не істеу керек? Мен деген есі қалай привью жасап үйрен алдым, былай үйрен алдым дегенде кәм өзімді профессионал сияқты сезініп кетті. Короче, не істеуге болады? Бір жағынан достар кішкене реклама жіберейін, в общем, привью жасап мен сатамын, былай алам деушілер жазсаңыздар болады, не описаниеда болады, қайғырсаңыздар болады. Так, в общем, мен привьюді қалай жасап үйрендім. Мен деген практика жасай бердім. Мысалға, мен деген, в общем, қазір ең басындағы привьюларды көрсетейін. В общем, міне осындай достар, менің привьюларым ең басында осындай кішкене говно болды. И содан кейін достар, менің привьюларым өсті, там кішкене осын әдемі бола бастады. Короче, осындай міне енді шығып кеткен привьюлар, короче, осындай болды. Міне осы видеоның привьюі. Короче, нормально болып бастады. Енді былай практика жасай беріңіздер. Және іздеңіздер достар. Ютубтан, там Гуглдан, әртүрлі жерлерден іздеңіздер. Енді сразу достар сіздер привью жасап кете алмайсыздар. Андай сразу не істеп, шанс ол 0-ден 1 деп па. В общем, 100-ден 1 сразу андай мықты привью жасап кету. Былай опыт болмаса вообще. Ал егер опыт болса, онда кішкене болады. Енді бұрында жасасаңыз там. Ал бірақ былай превью сразу жасап кету кішкене қиын болады. Яғни бір 2-3 айда жүру керек болады. Ол үшін андай не істеп ше, практика жасап, қайта жасай бер. Сосын бір мен қандай приложение жасаймын? Мен PixArt деген приложение жасаймын. Нені превьюді. Сосын скинді, негізі SkinSeed деген приложениемен жасап бастағам позаны. Содан кейін Prisma дегенге өттім. Ол да уже кішкене осын модель ғой енді, былай блендер жаңағыдай кім шәртет сондай жаңағы модель, графический ананы деген сияқты. В общем, шәртет дегенде андай айналыспаймын, мен просто скин жасау үшін ғой. Достар, видео соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып тіркеле кетейік. Осындай мен туралы біраз ақпарат білдіңіздер. Все достар, видео соңына келіп жетті. Сау болыңыздар. Келесі видеода көрерімізден не істесек болады. Мықты контент шығуы мүмкін енді келесі видеода. Сұрақты қойған адамдарға көп рахмет. Осылай қолдау білдіріп, не істеп отырайық, сұрақ қойып там. Рахмет. Давайте.